1980 жылдың 16 мамыры, түн ортасы, Мәскеу, Внуково әуежайы. Шекаралық бақылаудан басынан аяғына дейін грим берген, шетелдік ұшқыш формасын киген ер адам өтіп барады. Оның жүрісі мінсіз, жүзі сабырлы, бірақ іштей оның жүрегі кеудесін жарып, шығардай соғып тұр. Өйткені ол жалғыз емес еді. Дәл осы сәтте одан 100 метрдей жерде ұшаққа қарай ауыр дипломатиялық жүк контейнер теліп жатты. Ал ол қараңғы, ауасы тар жәшіктің ішінде ұйықтататын дәрі егілген 5 жасар қызы мен үрейден деміккен әйел жатыр еді. Бір ғана қателік, шекарашының кішкентай ғана күдігі, үшеуі де осы жерде атылады. Бұл адам қатардағы ұшқыш емес. Бұл КГБ майоры Виктор Шеймов. Кеңес одағының ең басты құпияларын, бүкіл әлемдегі кеңестік барлаудың шифрларын өз қолында ұстаған адам. Политбюро мен резиденттердің барлық жабық байланысы осы адамның көз алдынан өтетін. КГБ-нің ең маңызды офицерлерінің бірі. Сонда күзеті ең мықты, ең ықпалды офицерлердің бірі неге бәрінен бас тартып, өз отбасының өмірін бәйгеге тікті? Жүйенің ең жоғары шыңында тұрған адамда мұндай сұмдық қадамға не итермеледі? Бұны түсіну үшін бәрін басынан бастайық. Басында Виктор Шеймов жүйенің жауы емес, оның ең мықты қорғаны болды. Ол 1946 жылы Мәскеудің қақ ортасында элиталы ғылыми отбасында дүниеге келген. Әкесі мықты инженер, анасы білікті кардиолог. Виктордың миы кішкентайынан күрделі аналитика мен математикалық схемаларға бейімделіп өсті. Балман атындағы беделді техникалық университетті бітіре салып, ол ғарыш пен баллистикалық зымырандардың бағыттау жүйесін жасайтын жабық институтқа жұмысқа кіреді. Осындай мінсіз анкета мен техникалық данышпандық КГБ кадровиктерінің көзіне бірден түседі. 1971 жылы Шеймов КГБ-нің ең жабық, ең құпия құрылымына 8-ші бас басқармаға қабылданады. Бұл бөлім бүкіл кеңес одағының үкіметтік байланысын қорғап, жаңа шифрлар жасайтын. Оның карьерасы зымырандай ұшты. Небәрі бірнеше жыл ішінде ол қатардағы қызметкерден шетелдегі барлық кеңестік елшіліктердің шифрлық байланысына жауап беретін басты трабушутерге, яғни мәселелерді шешуші маманға айналды. Шеймов небәрі 30-тан асқан шағында КГБ майор шенін алды. Ол кезде Шеймов неге сенді? Ол өзін ұлы державаның таңдаулы элитасы санады. Ол КГБ дәстеу бұл отанды қорғау, ал кеңес одағы әлемдегі ең әділетті мемлекет деп шын жүректен сенді. Оның алдында жарқын болашақ. Генерал погондары мен Мәскеудің ортасынан үлкен пәтер тұрды. Ол жүйенің мінсіз бөлшегі еді, бірақ бұл мінсіз иллюзияның парша-паршасы шығуына өте аз уақыт қалған болатын. Шеймов неге бәрін тастап кетті? Себебі 8-ші басқармада жұмыс істеу мемлекеттің ең лас, ең жабық құпияларын ешқандай фильтрсіз көру деген сөз еді. Алғашқы үлкен көңіл қалу жоғары элитаның жемқорлығы мен екіжүзділігін көргенде басталды. Теледидардағы кеңестік пропаганда мен құпия сводкалардағы нақты жағдай екі бөлек әлем еді. Бірақ бұл тек басы ғана. Нағыз үзіліс нүктесі оның ең жақын досы Валентиннің өлімі болды. Валентин де КГБ отбасынан шыққан, бірақ ол жүйенің ішкі шірігін ашық айтып, органдардан кеткісі келетінін жасырмайтын. Bir күні ол жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Ресми нұсқа жазатайым оқиға, бірақ Шеймов өз ішінен жасырын зерттеу жүргізіп, сұмдық шындықтың бетін ашады. Босын өлтірген өзінің әріптестері, яғни КГБ-нің өзі еді. Дәл осы сәтте Виктор Шеймов бір нәрсені анық түсінді. Бұл жүйеде шындықты айту, әділ болу өліммен тең. КГБ елді қорғайтын орган емес, өз адамдарын үнсіз жоятын жазалаушы машинаға айналған еді. Осыдан кейін оның қолына бұдан да ауыр құжаттар түсе бастайды. Ауғанстан басшысы Аминді өлтіру операциясының детальдары, Рим папасына жасалмақ болған қастандықтың жоспарлары, шіркеу басшыларын агент ретінде пайдалану, ол өзінің террористік ұйымға қызмет етіп жүргенін ұқты. Көпшілік онда неге жай ғана арыз жазып жұмыстан кетіп қалмады деп сұрауы мүмкін. Шеймовтың трагедиясы да осындай еді. Ол жай ғана кете алмайтын. Ол бүкіл КГБ-нің байланыс шифрларын, ең басты құпияларын білетін адам. Жұмыстан кету автоматты түрде нысанаға айналу деген сөз. Оны тірі қалдырмас еді. Жүйе оны бұрышқа тақады. Ол өзін және отбасын аман алып қалудың жалғыз ғана жолы бар екенін түсінді. Қашу ғана емес, бұл жүйені ішінен құлатып, оған ең ауыр, ең жойқын соққы беру. Шеймов жүйені құлату үшін бірінші қадамын жасау керек еді. Бірақ Мәскеудің қақ ортасында КГБ-нің мұқият бақылауында жүріп, америкалықтарға шығу өз-өзіне қол жұмсаумен тең болатын. Мүмкіндік 1979 жылдың күзінде Польшаға, Варшаваға қызметтік іссапармен барғанда туды. Варшавада КГБ-нің қатаң бақылауында болса да, шепер болғандықтан кішкене болсын еркіндік бар еді.
31 қазан кешке кеңес елшілігінде қызметкерлерге арналған кино көрсетілімі өтіп жатты. Шеймов алынуға дайындалған жоспар бойынша іші қатты бұрап ауырғандай кейіп танытып, күзетшілерге ескертіп, дәретханаға кіріп кетеді. Есік жабылған сәтте оның қимылы күрт өзгереді. Бұл кәдімгі Голливуд триллеріндегідей көрініс. Шеймов алдыңғы күні дәретхана бачоғының артына жасырып кеткен тістеуікті, яғни плоскогубцын алып, терезенің темірін бұрай бастайды. Сосын түк шегінде жасырған. Ішінде $50 бар кішкентай капсуланы шығарады. Бұл таксимен күтпеген шығындарға арналған ақша еді. Жылдам жалған сақал мұрт жапсырып, қара көзілдірік тағады. Көшедегі поляк полицейінің назарын өтіп бара жатқан жүк көлігі бірнеше секундқа бөлген сәтте Шеймов терезеден қарғып түсіп, Варшаваның қараңғы көшелеріне сіңіп кетеді. Бостандық. Ол дәл қазір бақылаудан сытылып шықты. Жүрегі дүрсілдеп, бойын адреналин билеп тұр. Бәрі сәтті өтті. Енді жай ғана әуежайға немесе вокзалға барып, батысқа қашып кетуге болар еді. Бірақ ол олай істемеді. Неге? Өйткені Шеймов қорқақ қашқын емес, өте ақылды стратег. Ол тікелей Америка Құрама Штаттары елшілігіне барып, ЦРУ резидентімен кездесуді талап етеді. Байланыс орнаған кезде америкалықтар тамаша, біз сені дәл қазір осы жерден алып кетеміз деп ұсыныс жасайды. Бірақ Шеймов кесіп айтады, жоқ, мен жалғыз кетпеймін. Егер ол жалғыз қашса, КГБ оның Мәскеуде қалған әйелі мен 5 жасар қызынан аяусыз кек алатынын, оларды түрмеде шіртетінін ол жақсы білді. Оның мақсаты жай ғана бас сауғалау емес, жүйенің тас талқанын шығару және өз отбасын аман алып қалу еді. Осылайша ол ЦРУ дін тарихында бұрын соңды болмаған ең қатаң ультиматумды қойды. Және америкалықтармен келісіп болған соң ештеңе болмағандай қайтадан КГБ-нің ортасына оралды. Өз ажалының аузына өз аяғымен кіріп барды. Шеймов Варшавада ЦРУ-мен байланысқанда ол жай ғана мені құтқарыңдаршы деп жалынған жоқ. Ол шарт қойды және бұл шарттар Америка барлау қызметін шоққа түсірді. Оның 3 нақты талабы болды. Біріншіден, Мәскеуден әйелі мен қызын міндетті түрде алып шығу. Жалғыз өзі ешқайда кетпейді. Екіншіден, Америка азаматтығы және қауіпсіздік кепілдігі. Үшіншіден, өмір бойы алаңсыз өмір сүру үшін $1 миллион. Неде ол мұндай қатаң талаптар қойды? Өйткені Шеймов өз бағасын өте жақсы білді. Оның басындағы ақпарат ЦРУ үшін $миллиардтаған тұратын еді. Ол өзін құрбан ретінде емес, тең дәрежелі ойыншы ретінде ұстады. Оның үстіне егер ол жалғыз қашса, КГБ оның отбасын тірідей шіртетінін білді. ЦРУ бұған дейін Кеңес одағының қақ ортасынан Мәскеуден тұтас бір КГБ офицерінің отбасын шашан алып шығып көрмеген еді. Бұл мүмкін емес операция саналатын. Бірақ бәске тігілген ақпараттың құндылығы соншалық, Лэнгли, яғни ЦРУ штаб пәтері бұл тәуекелге баруға келісті. Сонымен Шеймов Мәскеуге қайтып келеді. Ол жарты жыл бойы қыл үстінде, екі жақты өмір сүреді. Күндіз КГБ-нің мінсіз майоры, түнде ЦРУ-дің Сапфир лақабатымен істейтін құпия агенті. Бірақ Мәскеуде КГБ-нің қатаң бақылауында америкалықтармен қалай кездесуге болады? Олар гениалды шешім табады. Атаңызға айналған ашық аспан астындағы алып Москва бассейні. Неге дәл осы жер? Өйткені судың гүрілімен шуы бағытталған микрофондармен тыңдауға ешқандай мүмкіндік бермейді. Адамдардың бәрі су киіммен, яғни купальникпен жүр. Демек, киім астына жасырын камера немесе диктофон тығу мүмкін емес. Бу мен қалың адамның арасында сырттан бақылау жүргізу, яғни наружка, өте қиын әрі тиімсіз еді. Дәл осы бассейнде ол ЦРУ-дің Мәскеудегі байланысшысы Дэвид Ролфпен құпия кездесіп тұрды. Америкалықтар оған кішкентай тропиль камерасын беріп, оның статусын дәлелдеуді сұрайды. Шеймов күн сайын атылып кету қаупінде жүрсе де, КГБ-нің ең жабық құжаттарын, шифрлау кілттерін суретке түсіріп, америкалықтарға беріп отырды. ЦРУ бұл пленкаларды көргенде Шеймовтың қандай алтын балық екенін толық түсінді. Енді оны кез келген бағамен аман-есен алып шығу керек болды. Қашу операциясы Скутопия деп аталды. ЦРУ мен Шеймов бұл күнді өте мұқият таңдады. 1980 жыл, 16 мамыр. Неге дәл жұма күні кешке? Бұл қарапайым психология және математика. Егер сен жұма күні кешке жоғалып кетсең, басшылық сені тек дүйсенбі күні таңертең ғана іздей бастайды. Бұл дегеніміз қашуға толық 48 сағат фора, яғни уақыт бар. КГБ-ні алдау үшін Шеймов гениалды жалған із қалдырды. Олар көршілеріне демалыста қала сыртына, саяжайға барамыз деп аңыз таратты. Үйден бір жала кетіп бара жатса да, пәтерді адамдар жаңа ғана шығып кеткендей етіп бастап кетті. Үстел үстінде ішіліп бітпеген шай, оқылған газет, раковинада жуылмаған ыдыс, томастықшта бір аттал азық-түлік тұрды. Үйдегі ең бағалы заттар мен отбасылық жәдігерлер орнында қашалды. Егер КГБ пәтерге кірсе, бұлар қашып кетті деген ой тіпті басына кіріп шықпау керек еді. Жұма күні кешке отбасы ЦРУ-дің арнайы көлігімен құпия нүктеге жетеді. Осы жерден біздің видеоның басындағы ең қорқынышты, ең қауіпті кезең басталады.
Внуково әуежайы. Виктор Шеймовтың бет-әлпетін танымастай етіп гримдеп, шетелдік ұшқыштың формасын кигізді. Ал әйелі Ольга мен 5 жасар қызы Елена қызына арнайы ұйықтататын дәрі егілді. Ол ештеңе сезбестен терең ұйқыға кетті. Содан кейін ұйықтап жатқан қызды және ояу, бірақ үрейден қалтырап деміккен әйелін ауастар дипломатиялық жүк контейнеріне салып, сыртынан жауып тастайды. Әуежай. Бақылау бекеті. Шеймов өзінің әріптестері КГБ шекарашыларының қасынан өтіп бара жатты. Бір ғана қатең адам, кішкентай ғана күдік болса, үшеуінің де өмірі осы жерде үзіледі. Бірақ ол мүлткісіз салқынқандылық танытып, шекарадан шетелдік ұшқыш ретінде өтеді. Ал контейнерлерше, дипломатиялық пошта мәртебесі болғандықтан, кеңес кеденшілері оны ашып тексеруге құқылы емес еді. Сөйтіп ішінде тірі адамдар жатқан ауыр жәшіктер ұшақтың жүк бөліміне тиеледі. Ұшақ әуеге көтеріліп бұлттарды жарып өткенде ғана Шеймов көзін жұмып терең дем алды. Олар тозақтан сытылып шықты. Ал Мәскеудегі КГБ басшылығы бұл уақытта ештеңеден бейхабар, алаңсыз ұйықтап жатқан болатын. Шеймов отбасы Америкаға аман-есен жетті. Олар куәгерлерді қорғау бағдарламасы бойынша мүлдем жаңа есімдер алып, Вашингтон маңындағы жабық үйге жайғасты. Олар үшін тозақ артта қалғандай еді. Бірақ дәл осы кезде Мәскеуде КГБ-нің штаб пәтерінде не болып жатты? Дүйсенбі күні таңертең Шеймов жұмысқа келмейді. Дабыл қағылып жедел топ бірден оның пәтеріне баса көктеп кіреді. Бірақ олар не көреді? Үстел үстінде ішіліп бітпеген шай, оқылған газет, тоңазытқышта толы тамақ тұр. Үйдегі барлық құнды заттар орнында. Көрініс дәл қазір адамдар қайтып келетіндей әсер беретін. Осы көріністі көрген КГБ басшылығы тарих бетіндегі ең үлкен, ең ақымақ қателікке бой алдырады. Неге? Өйткені дәл сол уақытта Мәскеуде атышулы Жданов ісі өршіп тұрған болатын. Жақында ғана метрода милиция қызметкерлері КГБ майоры Афанасьевті аяусыз өлтіріп кеткен еді. Осы оқиғадан үрейленіп қалған басшылық Шеймовты да отбасымен бірге саяжайға бара жатқан жолда қарақшылар немесе қаныпезер милиционерлер өлтіріп, денелерін орманға көміп тастаған деген қате қорытындыға келеді. Ең бастысы олар бұл отбасы Америкаға қашып кетті деген ойды тіпті басына кіргізбеді. Сәйкесінше КГБ ешқандай жаһандық байланыс шифрларын ауыстырмайды, бәрі қауіпсіз деп ойлады. Ал бұл уақытта орманда өліп жатыр деген Виктор Шеймов Америкада ЦРУ-дің жабық базасында отырып, кеңес барлауының тас-талқанын шығарып жатқан еді. Ол Мәскеуде жаңадан салынып жатқан Америка Құрама Штаттары елшілігінің бетон қабырғаларына КГБ-нің жучоктар, яғни тыңдау құрылғыларын орнатып тастағанын ашады. Америкалықтар бұл ғимаратты ішіне кірместен бұзып, сүріп тастауға мәжбүр болады. Ол батыстағы КГБ агенттерінің тізімін береді. Бірақ ең сұмдығы КГБ-нің жоғарыдағы соғыр қателігінің арқасында Американың ұлттық қауіпсіздік агенттігі, яғни АМБ, толық 5 жыл бойы Кеңес одағының бүкіл әлемдегі құпия хат хабарларын ашық кітап оқығандай оқып отырды. Бұл қырғи-қабақ соғыстағы ең үлкен нокаут еді. Бәрі тамаша сияқты, иә? Бірақ Шеймов өзі талап еткен $1 миллион алды ма? Жоқ. ЦРУ оған уәде еткен соманың өте аз бөлігін, шамамен $200 мың ғана берді. Америкалық арнайы қызмет бұл Кеңес одағынан қашқан босқын ғой, оған осы да жетеді, енді қайда барады деп ойлады. Бірақ олар Виктор Шеймовтың кім екенін, оның мінезі қандай екенін әлі толық түсінбеген еді. Ол өзін ешкімге, тіпті ЦРУ-ға да басынып қоятын адам еместін. ЦРУ Шеймовты алдап, ақшасын бермей қоя саламыз деп ойлады ма? Олар қатты қателесті. Шеймов кеңес жүйесін құлатқан адам. Ол Америка жүйесіне де басбайлы құл болғысы келмеді. 1991 жылы ол әлемдік тарихта бұрын соңды болмаған, ақылға сыймайтын қадамға барды. Ол Американың орталық барлау басқармасын, яғни ЦРУ-ды сотқа берді. Заң бойынша тыңшылық және құпия келісім шарттар бойынша соттасу мүмкін емес еді. Бірақ Шеймов мызғымас табандылық танытып 10 жыл бойы айқасты. Ақыры ол ЦРУ-ды келісімге келуге және өтемақы төлеуге мәжбүр етті. Бұл оның мінезін толық ашатын факт. Ол ешбір жүйеге, мейлі ол СССР болсын, мейлі Америка Құрама Штаттары болсын, құрбан болудан бас тартты. 1990 жылы Кеңес одағы ыдыраудың алдында тұрған кезде ол 10 жылдық үнсіздіктен кейін алғаш рет көлеңкеден шықты. Тіпті сол кездің өзінде КГБ-нің киллерлерінен сақтанып, баспасөз мәслихатына жалған мұрт пен театралды парик киіп келді. Кейін ол кибер қауіпсіздік саласында өзінің Invicta Networks компаниясын құрып, хакерлерге қарсы жаңа динамикалық технологиялар ойлап тапты. Оның интеллектісі кез келген ортада жұмыс істейтін еді. Бірақ бұл оқиғадағы ең сұмдық ирония не десеңізші, 1980 жылдардың соңында Шеймовтың қауіпсіздігіне жауап берген ФБР агенті Роберт Хансен болатын. Олар жақын араласты, тіпті дос болды. Шеймов өзін қорғап жүрген бұл адамның шын мәнінде Мәскеудің ең басты кроты, яғни тымшысы екенін білген жоқ. Хансен 15 жыл бойы
бойы КГБ-ға жұмыс істеген. Егер Хансен КГБ тымшысы болса, неге Шеймовты ұстап бермеді, немесе көзін жоймады деген сұрақ тууы мүмкін. Шындығында Хансен ол туралы Мәскеуге толық баяндаған, бірақ бұл кезде КГБ Шеймовтың Америкада екенін басқа дерек көздерден біліп қойған еді. Ал Америка аумағында ФБР-дің қатаң күзетіндегі адамды өлтіру Кеңес одағы үшін үлкен халықаралық жаңжал тудыратын. Сондықтан КГБ оған тиісе алмады. Хансен болса ештеңе білдірместен өз рөлін ойнай берген. Тіпті 2001 жылы тұтылар алдында Шеймовтың компаниясына жұмысқа кірмекші болған. Бұл нағыз шпиондық абсурд. Виктор Шеймов 2019 жылдың қазан айында 73 жасында дүниеден өтті. Ол өз жасағанына өкінді ме? Ешқашан. Ол өз әрекеттерімен мыңдаған адамның өмірін сақтап қалғанына және жазалаушы машинаның шабуылдарын тоқтатқанына өмірінің соңына дейін сенді. Бұл тарих бізге нені үйретеді? Екі алып державаның, екі үлкен машинаның қақтығысында адам көбіне жай ғана пешкаға айналады. Бірақ Виктор Шеймов пешка болудан бас тартты. Ол екі жүйенің де ішкі шірігін көрді және ойынның ережесін өзі жазып шықты. Ол тарихтағы ең жойқын ақпараттық қаруды өз қолымен іске қосқан жалғыз адам.